Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге торт птичье молоко малинамен жасап көрсетемін. Жаздың ыстық күнінде жасап жейтін нағыз балғын мамықтай кремді әрі таңқурай қышқыл дәмі бар торт. Бұл торттың сұлулығы мен дәміне тамаша боласыздар. Ендеше бірге жасап көрейік. Алдымен жұмыртқаның ағуызына тұз сеуіп әппақ болып көпіргенше миксермен араластырып аламыз. Ағуызымыз әппақ болып көпіргеннен кейін қантты шетінен сеуіп салып араластыратын боламыз. Ағуыз бен қант жақсылап араласып қатайғаннан кейін барып, жұмыртқаның сарысын бір-бірден құйып араластыратын боламыз. Міне осындай әппақ жұмсақ масса болады. Енді бұны шетке қоя тұрамыз. Електен өткізіп алған ұнымызға кукуруз крахмалын қосып, екеуін араластырып алған соң, жаңағы массамыздың үстіне екіге бөліп, астынан үстіне қарай айландыра отыра араластырамыз. Дайындап алған бисквит қамырымызды 22-23 диаметрлік формаға құйып, бір келкі тегістеп салып алатын боламыз. Алдын ала 170 градуста ысып тұрған пешімізге 25-30 минутта пісіріп аламыз. Енді бисквиттің пропиткасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі 100 мл су, 2 ас қасық қойытылған сүт, жақсылап екеуін араластырып дайындап аламыз. Ары қарай толықтай суыған бисквитімізді формадан шешіп ажыратамыз. Міне бисквитіміз дайын. Бисквит толықтай суыған соң пропитка жақсы сіңу үшін бисквиттің беткі қабығын осылай қырып алып тастаймыз. Енді дайындап алған пропитканы жақсылап толықтай сындырып құйып шығамыз да, үстіне кольцо кигізіп, ортасына аттестатный пленка саламыз. Аттестатный пленка болмаса, пергамент қағазын салсаңыздар болады. Енді біз желатинімізді дайындап қоюымыз керек. Ол үшін бізге керегі 12 грамм желатин, 60 грамм су, екеуін жақсылап араластырып бір шетке қоя тұрамыз. Енді тортымыздың ортасына суфле дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май. Сары майымызды жақсылап әппақ болғанша араластырып аламыз. Одан кейін шетінен қойытылған сүтімізді құйып араластыратын боламыз. Міне осындай әппақ жұмсақ мамықтай болады. Енді бұны бір шетке қоя тұрып, ары қарай сиропымызды дайындаймыз. Сиропқа бізге керегі қант, ваниль қанты, әрі су. Үшеуін отқа қоямыз. Отқа қойғаннан кейін бір бұрқ етіп қайнағанда, ақырындап ортасына қарай қантын жылжытып араластыратын боламыз. Ары қарай бір шай қасық лимон шырынын қосып қайнататын боламыз. Сиропымыз қайнап дайын болғанша біз ағуызымызды езіп аламыз. Ағуызымызды әппақ болып көпіріп қатқанша араластыратын боламыз. Ары қарай сиропымыз дайын болу үшін бізге термометр керек. Егер термометрі болмаса, осылай суық суға сиропымызды 2-3 тамшы тамызып, қолымызға осылай оңай ілініп алып шығу керек. Осылай доңғалақтаған кезде шарик тәріздес болғанда сиропымыз дайын деген сөз. Сиропымызды ары қарай шетінен ақырындап құйып, ағуызбенен араластырамыз. Міне осылай сиропымызды құйып, жақсылап араластырып алғаннан кейін, алдын ала дайындап алған желатинімізді ерітіп, шетінен ақырындап құйып араластыратын боламыз. Ендігі кезекте біз алдында дайындап алған кремімізді бір-бір қасықтан салып араластыратын боламыз.
Міне достар, осымен біздің тортымыздың ортасына суфлеміз толықтай дайын, осындай әппақ мамықтай болып шығады. Енді осымызды бисквиттің үстіне құйып аламыз да 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қатырып аламыз, немесе бір түнге қойып қатырып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте біз тортымыздың 3-ші қабатын дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі малина әрі 2 пакет малиновый желе керек болады. Малиновый желемізді 400 мл ыстық судың үстіне салып, жақсылап ерігенше, суығанша араластыратын боламыз. Әбден суыған желемізді 30 минутқа тоңазытқышқа қойып алатын боламыз. Ары қарай тортымыздың бетіндегі суфлеміз қатқаннан кейін бетіне малиналарымызды салып толтырып шығамыз. Барлық малиналарымызды толтырып салып алғаннан кейін суыған желемізді үстінен толтырып құйып шығатын боламыз. Тортымызды 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қатырып аламыз, немесе бір түнге қойып қатырып алатын боламыз. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Әбден қатқаннан кейін тоңазытқыштан шығарып формасынан босататын боламыз. Міне құрметті көрермен, осымен керемет дәмді суфле тортымыз дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Көрсеткен видео рецептім ұнаса лайкпен басып бағалай кетіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қазақша контенттің дамуына қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі менің жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.